Саған нағыз ұбт-да келетін бір сұрақты талқылап көрейік. Германияның Рейн облысынан мерзімінен бұрын одақтастардың оккупациялық әскерлерін шығарудың алғышартын қалыптастырған жоспарды көрсетіңіз дейді. Бұл жерде бізде дұрыс жауап В жауабы дұрыс болады. Бұл Юнг жоспары 1929 жылы қабылданған ақш-тың Германияға репарациясын қысқартып беруді ұсынған жоспары екен. Яғни бұл жоспардың арқасында Германия өзінің сенімділігін арттырып, Рейн облысынан мерзімінен бұрын одақтастардың оккупациялық әскерін шығарып жіберген екен. Ал тағы да бізде осы ақш-тың Германияға арналған бір жоспары бар. Ол Дауэс жоспары болды. Бірақ ол Дауэс жоспары сәл ертерек болған, 1924 жылы болған екен. Ал менімен бірге нұсқа талдаған ұнаса, онда тіркелуді ұмытпа.